Қарындаш 20 теңге тұрады. 6 қарындаш неше теңге тұрады? Кестені қарайық. Есептің сұрағына жауап беру үшін 20-дан 6 рет алу керек. Сонда 120 теңге шығады. Жауабы 6 қарындаш 120 теңге тұрады. Құнын табу үшін бағасын санына көбейту керек. Кері есеп құрастырайық. 6 қарындаш 120 теңге тұрады. Қарындаштың бағасын тап. Құны мен саны белгілі болғанда бағасын қалай табамыз? Ол үшін 120-ны 6-ға бөлеміз. 20 шығады. Жауабы қарындаш 20 теңге тұрады. Бағасын табу үшін құнын санына бөлу керек. Берілген есепке кері есеп шығарайық. Қарындаш 20 теңге тұрады. 120 теңгеге неше қарындаш сатып алуға болады? Кестеге қарайық. Бағасы мен құны белгілі болса, санын қалай табуға болады? Ол үшін 120-ны 20-ға бөлеміз. Жауабы 120 теңгеге 6 қарындаш сатып алуға болады. Санын табу үшін құнын бағасына бөлу керек.